Ал біз бүкіл өміріміз емтихан. Мен тек намаз оқимын, садақа зекет берем, қажыға барам, болды, сосын жәннатқа кірем. Қазақ қырылып жатыр ма, жерің сатылып жатыр ма, қызың жезөкше болып жатыр ма, мына ұрғары қарақшы халықты тонап жатыр ма, мен оған кіріспеймін, саясатқа кірмеймін дегендер, олар нағыз мұнафиқтер, олар нағыз тозақылықтар. Олардың анау жаңағы өздері мен осыдан сұралам, анадан сұралмаймын дегендіктер үшін олар сол жаһаннамда өртенетіндер. Намазыңды оқы, зекетіңді бер, садақаңды бер, бірақ ақиқатшыл бол, ұлтыңды қорға, намысыңды қорға, қазағыңды қорға, еліңді қорға, жеріңді қорға, әсіресе ата жау Қытайдан қорға жеріңді. Ал егер саған кім болды, ойбай саясатқа кірме, мен де кірмеймін, жер сатылсын Қытайға, жер берілсін, ойбай оған кіріспеймін, патшаға қарсы шықпа, тек тоңқаңдап оқи бер, ашамайын жуа бер, болды, бітті, басқаға кірме, сабыр қылайық, сабыр, шүкір қылайық, шүкір деді ма, онда ол тозақылық. Ол анық тозақылық, ол мұнафиқ, ол дәйіз. Мынау емтихан. Біз намаздан да сұраламыз, Құдайға серік қостық па қоспадық па сұраламыз, Алланың бірлігіне, барлығына, пәктігіне, хақтығына сеніп иман келтірдік пе сұраламыз, соңғы кітап Құран кәрімге сеніп иман келтірдік пе сұраламыз, 4 кітапқа сеніп иман келтірдік пе сұраламыз, соңғысы Құран кәрімге иман келтірдік пе сұраламыз, барлық пайғамбарға сеніп иман келтірдік пе сұраламыз, соңғы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сеніп иман келтірдік пе деп сұраламыз. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам Құдайдың құлы және елшісі деп сеніп иман келтіреміз бе сұраламыз. Қасиетті 4 кітап, Інжіл, Забур, Таурат, Құранға сеніп иман келтіріп, Құранды соңғы кітап деп сеніп иман келтіреміз бе сұраламыз. Зекетің, садақаң, анау мынауың одан кейін сұраламыз. Шаман келсе қажылықтан сұраламыз, шаман келмесе сұралмаймыз. Ал ел, жер, отан, ұлт бүкіл алдыңа келген барлық әділетсіздіктен сұраласың. Көзіңді жұмсаң да сұраласың. Саясатқа кірмеймін десең де сұраласың. Патшаға қарсы шықпаймын деген өтірік заңды шығарып алсаң, одан да сұраласың. Халықты мынау ездікке, өлікселікке, исалмастыққа үгіттесең, одан да сұраласың. Себебі Құдай әділетті, Құдайды сен жекеменшік деп алған жоқсың. Құдайдың кітабы бәріміз оқи аламыз. Ағылшынша да оқи аламыз, қытайша да оқи аламыз, жапонша да оқи аламыз, орысша да оқи аламыз, түркша да оқи аламыз, қазақша да. Құдайдың кітабын оқи аламыз бәріміз. Сендер Құдайдың кітабын жекешелеп, өздерің қыңыр жолмен түсіндірмеңдер. Мынау халықты, мынау ездікке, мынау арсыздыққа, мынау көмпістікке, мынау төзім, мынау шексіз ынжықтыққа үгіттемеңдер. Әділетшіл болуға үгіттеңдер халықты.